Осы адамның видеосы болатын. Тұр! Ұйқыңдаш! Тұр! Оян! Жетер болды, жетер! Уақытыңды бекерден бекер өткізбе. Бұл уақыт қайтадан келмейді саған. Сосын мен сол жігіттің видеосын өзіме қолдана тұрып, мен сол видеоны өзімдікіне ұқсатқым келді, андай пародия сияқты жасатқым келді. Соны мен сөйтіп түсірдім. Короче, қазір көрсетейін. Тұр! Қандаш! Тұр! Оян! Жетер болды, жетер! Уақытында бекер өткізбе! Бұл уақыт қайтадан қайт келмейді саған! Сөйтіп, міне сол жігіттің видеосына мен пародия жасатқым келді да, енді ол ойға қалмасын, что мен одан ұрладым деп ше, вообще, что мен өзімде сол видеодағыны қайталап көрінші деп көрінгенім да, сөйтіп. Сосын мен сондай идея келіп маған, соны өзімнің бар даусыммен барлық духымды шығарып, сөйтіп түсіргім келді да ше. Сөйтіп сонымен түсірдім, короче. Егер көрген шығар сіздер бәрін, мен сол видеоны сол жігітіне пародия жасадым өзімдікіне. Ешкім ойға қалмасын, мен үйтіп ұрладым деп, одан алдым деп. Мен просто пародия жасағым келді. Сөйтіп болды бәрі. Оның бәрін түсіріп задым мен. Бәрі дайын тұр, редактировать етіп отырмын бәрін. Все. Және сосын айтып ақша. Барлығыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын.